Сәлеметсіздер, бүгін біздің практикамыздың аты қауіпсіз күтім деп аталады. Біз ең алдымен антропометриялық зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Антропометриялық зерттеу жұмыстары баланың бас шеңберін, кеудесін, бойын горизонтальды бағытта өлшейміз. Ең алдымен біз бірақ салмағынан бастаймыз. Әрбір пациентпен жұмыс жасаған кезде ең бірінші біз дезинфекциялық жұмыстарды жүргіземіз. Негізі хлорамин қышқылдармен жасауға болады, біз бірақ антисептиктерді қолданамыз. Ал одан кейін біз медициналық печатлерді, одан соң біз жұмыс орнымызда егер метрмен, таразмен жұмыс істейтін болсақ, олардың беттерін, яғни хлордың 1% ерітінділерімен дезинфекция жұмыстарын жасап отыруымыз қажет. Ал егер біз бір пациентпен жұмыс істейтін болсақ, оны да сондай жағдайда да қайтадан дезинфекция жұмыстарын үнемі жасап отыру керек. Біз бірінші тараздың тегіс жерге орналастырып аламыз, одан соң оның бетіне баланы тұрғызамыз, салмағын өлшеу үшін. Бұл жерде салмағы 31 кг екен, бұны біз толтыратын тарағымызда салмағын жазып аламыз. Біз келесі кезекте бас шеңберін өлшейміз. Оны бірінші өлшемістен алып, біз дезинфекция жұмыстарын яғни жасауымыз керек. Әрбір пациентпен жұмыс істеген кезде. Бірінші жасалды. Кейін біз бас көлемін шүйде бөлігінен бастап, қас бөлігіне қарай жасаймыз. Бұл жерде баланың бас шеңбері 54 см екен. Біз келесі кезекте кеуде бөлігін өлшейміз. Ол артқы бөлігінен жауырынның төменгі тұсынан алдыңғы бөлігінен төске дейінгі бөліктерде өлшейміз. Қолымызды ашамыз. Бұл жерде 63 см. Бұны параққа жазып аламыз. Келесі кезекте біз баланың бойын өлшейміз, оны горизонтальды бағытта өлшейміз. Аяқ бөлігін. Тіпті бөлігін. Бойын, мына жерде 1 сантиметр деп аламыз. Бұны параққа қайтадан жазып аламыз. Осымен біздің